Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайындағы мастиканы қолдан өзіміз жасайтын боламыз. Бұл өте жұмсақ әрі қолжетімді. Сонымен бізге керекті заттар 200 грамм маршмеллоу, 50 грамм сұйық май, 2 қасық су және 250 граммдай қант ұнтағы. Бірінші 2 қасық суды маршмеллоуға қосып, және де одан кейін сұйық майды үстінен құямыз. Жақсылап араластырып, микроволновкаға 45 секундтай қоямыз. Және езіліп болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ішінде ешқандай түйіршіктер болмау керек. Осылай жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араласқаннан кейін біз қант ұнтағына құямыз. Байқасаңыздар, ыдыс өте тап-таза болып шықты, өйткені біз ішіне май қостық. Және жақсылап араластырамыз. Және одан кейін илей бастаймыз. Бұны қолмен де илесе болады, бірақ менің арнайы илейтін машинкам болғаннан кейін осыны қолданамын. Мінекей достар, мастикамыз дайын. Бұны енді кукурузный крахмалмен илейміз қолмен, қолымызға жабыспайтындай. Міне байқасаңыздар, өте жақсы, жұмсақ және өте жақсы созылады. Енді кішкене бөлікке бөліп, басқа түсті цветке бояймыз. Бірақ мен бұл мастиканы торттың сыртын қаптауға кеңес бермеймін, өйткені бұл үй жағдайында жасалған мастика. Бұл кәсіби емес. Сондықтан бұны өте кішкене заттарға, жаңағы топперлерге қолданған жөн. Достар, тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.